Сәлем құрметті достар, бүгінгі Астананы жағалайық жобасында республикалық Сарыарқа велотрегіне келдік. Велотрек құрылысы 2006 жылы бастау алып, 2011 жылы қолданысқа берілді. Спорттық кешенге екі объект кіреді: велотрек және мұз айдыны. Велотректің жалпы ауданы 44.957 шаршы метр, мұз айдыны 4188 шаршы метрді құрайды. Жалпы арена сыйымдылығы 9195 орын. Елімізде велоспорт түрі қарқынды дамуда. Болашақ велокурортар дәл осы сәулеті бойынша еліміздің мақтанышы әрі әлемнің ең үздік кешендерінің бірінде тәрбие алады. Ғимараттың әмбебаптылығы соншалықты трек аренасы, бокс рингіне, дзюдо татамиіне, гимнастикалық кілемге немесе баскетбол, волейбол және де концерттік алаңға оңай өзгеріп кете алады. Құрметті достар, аренаның ең маңызды бөлігі ол трек. Бұл тректің жабындысы кедр ағаштан жасалған. Кедр ағаштан тағы да карандашты жасайды. Бірақ карандаштың үстінде велосипедтеу кішкене ыңғайсыздау сияқты. Жабындыға қолданылатын ағаштарды деформациялауынан қорғау үшін 2 жыл бойы арнайы камераларда сақтап, химиялық қоспамен өңдейді. Жабынның жалпы ұзындығы 250 метр, ені 7 метр. Бұрылысы 42 градус болса, тік учаскелері 12,5 градусты құрайды. Тректегі қозғалыс сағат тіліне қарсы бағытта жүреді. Спорттық кешенде фитнес залы, ересектер мен балаларға арналған бассейн, жекпе-жек залы, гимнастика және ойын залы, қонақ үй және мейрамхана кешені, конференц залы, мини-футбол алаңдары, кеңсе бөлмелері орналасқан. Және спорттық кешенде велоспорт пен таэквондодан, мәнерлеп сырғанау мен мини-футболдан, жүзуден жаттығу секциялары жүргізіледі. Рамазан есінде баяғыда кішкентай кезімізде ше, великке екі темірдің аяғымыз жетпейтін кезде арасынан аяғымызбен шығарып алатын еді, сөйтіп айдайтын едік қой. Винокурста сөйтіп айдаған жері. Құрметті достар, байқап тұрғандарыңыздай, мен қазір баскетбол ойындарының төрешілерінің орнында отырмын. Халықаралық стандарттарға сай жасақталған алаң, арнайы таблолар, ұпай сандары, 5 ұпай саны сіздерге осы бағдарламаны көріп отырғандар үшін. Мына жерде арнайы таймерлер, барлығы керемет жасақталған. Бүгін бұйыртса бірнеше сағаттардан соң дәл осы алаңда Астана және де Алматы баскетбол клубтары өзара сайысатын болады. Екі командаға сәттілік тілеп қояйық. Бұйыртса қызықты ойын күтіп тұр алда. Біз тамашалайтын боламыз оны. Мен арнайы табло осы жерде ұпай сандарын көрсетеді. Күшті. Привет, меня зовут Курносова Марина, я состою в национальной сборной Республики Казахстан по велосипедному спорту. Я чемпионка Азии, участница Олимпийских игр в этом году. Мои достижения – то, что я стала победительницей чемпионата Азии и заняли мы в этом году 6-е место на Олимпийских играх. По тренировкам я могу рассказать то, что у нас есть 3 вида в Казахстане, которыми занимаются: это трек, шоссе и маунтинбайк. Я выступаю на шоссе, это моя, как сказать, я больше к этому уклону меня идет. На шоссе я тренируюсь, получается, у нас есть утром основная тренировка, она длится около 3-4 часов, есть вечерняя тренировка, которая длится около 1,5 часа. На треке, в принципе, тренируются, там есть 2 подвида, это темп и спринт. Темп они тренируются, в принципе, у них только утром, занимаются в зале.
спринтера, они, в принципе, тоже занимаются в зале, тренируются на треке, они занимаются больше со штангой, больше силовое, у них, в общем, короткие дистанции. А на байке они, в общем, в любое время могут потренироваться, то же самое зимой у них проводятся тренировки, у них получится более силовой вид спорта, как сказать, более выносливый. Последние соревнования, на которых я участвовала, это были Олимпийские игры, они проходили в Аргентине. Это было с 14 по 18 октября. Там было, как сказать, 4 гонки, и по этим 4 дням выявлялся победитель. Первая гонка это была парная, командная, мы выступали вдвоем. Вторая гонка это была групповая, и 2 гонки проходили на байке. В общем, по всем 4 дням мы заняли 6-е место. Чтобы победить на Олимпиаде или в то же самое чемпионате Казахстана, не всегда нужна сила, получается. Нужны командные действия, тактика. Это, как сказать, тоже нужно думать, продумывать, как ты поедешь эту гонку. Еще многое зависит от велосипеда. Велосипед должен быть всегда в хорошем состоянии. Например, вот этот велосипед стоит около 2 миллионов тенге. Этот велосипед крупный. На таких велосипедах ездит женская команда Астана Women. Это как самый лучший велосипед считается у нас в Казахстане и во всем мире, можно так сказать. Достар, Сарыарқа велотрек ғимаратына келетін болсаңыздар, бұл жерде арнайы мұз айдыны бар. Кіре берісте осындай келушілерге арналған ережелері бар. Біріншіден танысып алыңыздар, ал біз қазір кіріп қарайық. Құрметті достар, біз қазір мұз айдынындамыз. Мұз айдыны жер астымен біріктірілген. Мұз аренасы халықаралық стандарттарға және нормаларға сәйкес орындалған және де спорт жарыстарын өткізуге әзірленген. Бұл алаңның көлемі үлкендігі 4188 шаршы метрді құрайды. Және де 288 көрерменге арналған орындары бар екен. Құрметті достар, біз қазір Сарыарқа фитнес орталығындамыз. Бұл жер ғимараттың төменгі қабатында орналасқан. Аумағы 3135 шаршы метрді құрайды. Өте үлкен ғимарат. Бұл жерде келушілерге ең жоғары заманауи сапалы қызмет көрсетеді. Спортшылар мен жаттықтырушылар, ресми делегация өкілдері, спорттық және мәдени бұқаралық шаралардың қатысушылары осы аталмыш қонақ үйге жайғаса салады. Дәл қазіргі уақытта бұл жерде балаларға арналған таэквондоға жаттығу өтіп жатыр.
видео шығармам сіздерге ұнады деген ойдамыз. Егер ұнаған болса астына лайк қойып комментарий жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Астананы таныстыруды әлде